бүгін? Сәлеметсіздер ме? Балалар, бүгін біз сіздермен бөлме жағдайында үрме бұршақты отырғызып, оның өсу циклін зерттейтін боламыз. Сендер білесіңдер ма, үрме бұршақ деген не балалар? Ол дақыл. Дұрыс айтасың, ол дақыл. Ол адамға пайдалы ма? Қалима, қандай пайдасы бар? Ол адамға өте пайдалы. Біз содан түрлі тағамдар, салаттар дайындаймыз. Дұрыс айтасың. Үрме бұршақтан біз түрлі тағамдар дайындайды екенбіз, салаттар дайындайды екенбіз. Яғни адам ағзасына келетін пайдасы өте зор екен. Енді біз соны отырғызып, соның қалай өсу керек екенін зерттеуіміз қажет. Отырғызу үшін бізге не керек болады, балалар? Топырақ, су, майлық, стакандар. Және тұқым қажет, иә? Өте жақсы. Бұлай болса, Лейла, сен стакандарға топырақтан сала қой. Яғни біз біраз тұқымды стакандарға отырғызамыз, ал кейбір тұқымдарды мынандай целлофандарға отырғызып, содан көріп, тамырын көріп бақылау үшін целлофандарға отырғызамыз. Жақсы ма? Ал Қалима екеуміз біз целлофандарды дайындайық. Ол үшін майлықты ішіне дұрыс саламыз. Сосын целлофандармен отырғызғандарымызды қараңғы және жарық жерлерге іліп қыстырып қоямыз. Сосын бақылаймыз. Жарық жердегі тұқымымыз тез өсе ма? Жоқ әлде қараңғы жердегі тұқым тез өсе ма? Үрме бұршақ өсу үшін не қажет болады, Қалима? Қалай ойлайсың? Не қажет? Жарық керек па тұқымға? Жарық керек. Тағы не қажет болады? Ауа қажет па? Ауа қажет және су қажет екен, иә? Су қажет. Қанекей, ары қарай не істейміз? Екі тұқымнан саламыз. Саламыз. Орналастырайық тұқымдарды. Екі тұқымнан саламыз, себебі көп салса, бір-біріне кедергі жасап, өспей қалуы мүмкін. Сосын жақсылап не істейміз? Майлығымызды жақсылап сулауымыз қажет екен. Қанекей, аша ғой. Сенің стаканға тереңдігі 2 сантиметр етіп, тұқымдарды саламыз. Қане тұқымдарды сала қойыңдар үшін. Тұқымдарды алып сала қойыңдар бір-бірден. Өте жақсы. Қане мұны қайдар. Құралын өтірі. Қане. Тереңдігі 2 сантиметр болса жетеді. Әрине оны да суғаруымыз қажет. Бұның біз не істейміз? Жарық және қараңғы жерлерге барып орналастырамыз. Күнделікті енді бақылаймыз. Қанша уақытта ол бізге өсіп шығатын. Яғни жарық жерге жабыстырып қоятын болса, 1-2-3 тәуліктен кейін одан мұртшалары пайда болады. Содан ағырай сабақтарының өскенін, тамырланғанын байқайтын боламыз. Жақсы ма балалар? Ал олай болса орналастырайық. Қане тұрамыз. Лейла, Қалима, ал демалыс күндерден кейін біз үрме бұршағымыз қандай нәтижеге жеткенін барып бірге бақылайық. Жүріңдер менімен. Сенде де шық кетіп па, бұл не дейсіңдер ма балалар? Бұл үрме бұршағымыздың мұртшалары деп аталады. Яғни сенбі, жексенбі күндері не істепті? Үрме бұршағымыздан мұртшалары пайда болыпты. Қараңдар, балалар, қыздар бер қараймыз. Ол қалай өседі? Біз бірінші не істедік? Дәнді сулап өткенде ектік, дұрыс па? Міне, сенбі, жексенбіде 2 күннің ішінде суланған үрме бұршағымызда нелер пайда болды? Мұртшалар дейміз. Бұлар нелер екен? Мұртшалар. Енді біз олардың тамырланғандарын топырақтан байқаймыз. Содан кейін барып, олар тамырдан барып өсіп, сосын барып оның жемісін көреміз. Түсінікті ма?
Қанеке, бұл қайтадан суымызды шашып қоямыз. Енді біраз күннен кейін оның тамырланғанын байқаймыз. Жақсы ма? Өткенде сендермен біз үрме бұршақты қараңғы жерде де қалдырдық, иә? Ал қараңғы жердегі қалған үрме бұршағымыздың нәтижесін де байқап көрейік, иә? Оны біздің қараңғы орынға іліп кеттік, қыстырып сендермен. Мына жерден Қанеке алып шығайық, оның нәтижесін. Мінекей. Ал ол жерде мұртшалар шығар ма, бала? Жоқ. Қараңғы жерлерде, күн сәулесі түспеген жерлерде не істейді екен? Ол баяу өседі екен. Тіпті өспей қалады. Себебі біз өткенде айттық қой, үрме бұршақтар нені жақсы көреді дедім бала? Үрме бұршақ жарықты, иә, сосын күн сәулесін, жылуды жақсы көреді екен. Ал қараңғы жерде қалған үрме бұршақ өспей қалуы да мүмкін, не болмаса өте баяу өседі екен. Оны біз ары қарай да бақылаймыз, сол қараңғы жерде қалдырып қоямыз. Ары қарай жарық жердегі үрме бұршақтарымыз қаншалықты тез өсетінін бақылаймыз. Жақсы ма? Иә, біздің үрме бұршақ 5 күннің ішінде, қараңдар, тез бойлаған қалай тез өседі, иә бала? Қараңдаршы, мінекей, біздің үрме бұршағымызға мына жерде су құйып күттік, 5 күннің ішінде апайларға айтып кетті, мен олар суғарып отырды. Қараңдар, тамырланып, Қанеке жапырағын жайып, бой өсіп жатыр. Көрдіңдер ме? Ал енді мынау біздің стақанның ішіндегі өскендеріміз сәл бойлары кішірек, иә? Қараңдар, ақырындап баяу, ақырындап өсіп келе жатыр екен. Енді біз тағы да қараңғы жерде еккен отырғызған үрме бұршағымызды қарайық, оның нәтижесі қандай болды екен? Білініп тұрған Қанеке ағамыз қараңғыдағы. Ал қараңғы жердегі де жаңадан ғана нелер пайда болды? Мұртшалар, иә? Бұл енді ғана келе жатыр, өйткені бұл қараңғы жерде өсіп тұрғандықтан мұртшалары енді өсіп келе жатыр екен балалар. Ал сендермен келесі кезекте не істейміз? Осы ұзын үрме бұршақтың бәрін мен не істеймін? Стақандарға отырғызып байлаймын. Себебі бұлар өте бойлап тез ұзын болып өскендіктен сынып кетуі мүмкін. Жақсы ма? Оны стақандарға байлап, терезеге ұзыннан байлап қойса, жемісі жылдам береді. Жақсы ма? Бүгін сонымен айналысамыз, жарай ма? Қалай өздеріңіз үйлерінде де ата-аналарына айтып, қалай отырғызып, қалай алатыныңызды айта аласыңдар, иә? Түсіндіңдер ме? Көрдіңдер ме нәтижесінде біз терезенің алдында үрме бұршақты өсіре алады екенбіз үй жағдайында. Көрдіңдер ме? Ұнады ма сендерге біздің тәжірибеміз, қыздар? Иә. Жарайсыңдар.